Баршаңызға сәлем, мен бүгін сіздерге картошкадан өте оңай тамақ көрсетемін. Бізге керегі пияз және де аздаған картошка. Пиязды осылай қолмен майдалап турап алдым. Ал картошканы алып біз үккіштен өткіземіз. Мына үккіш ыңғайлы, осы үккіштен картошканы өткіземіз. Үккіштен картошкамызды толық өткізгеннен кейін тұз саламыз, жаңа туалған пиязымызды саламыз. Үйде қандай приправа бар, соларды дәміне қарай қосаңыздар болады. Қара бұрыш салып араластырамыз. Және де табамызға майды қыздырып аламыз да, жаңағы араласқан картошкамызды пиязбен осылай ұрып аламыз. Және бір жұмыртқа салсаңыздар да болады. Мен бірақ салған жоқпын. Осылай картошкамызды майға қыздырып екі бетін қызарғанша қуырып аламыз. Егер картошкаңыз піспей бара жатса, бетін аздап жауып алсаңыздар да болады. Міне біздің картошкадан салынған жеңіл тамағымыз дайын болды. Майонезбен, қаймақпен, қалаған соусыңызбен араластырып жеуге болады. Ас болсын, сіздермен болған Ғазиза.